Яқтың бәрі елканың жағалай көп тұр. Бұйыртса жолға шығып жатырмыз. Түркістанда осындай әлі жап-жасыл. Ана жақтағылардың бәрі жап-жасыл. Қар мүлдем жоқ. Бірақ жауып қалатын түрі бар. Ертеңдері. Біз Көчапамыздың жетігінің астындамыз. Көчапа менің анашымның бірге жаңағы қайғылындай теріптесін болды. Жас кездерінен бірге қаншама жыл көрші болып, осыне абысын болып. Біз кезінде менің үйім, сенің үйім болмаған, Баян әпкем, Жанат, барлығымыз бір аулада өскен адамдарымыз. Сол анашымыздың көзін көрген, әкешіміздің көзін көрген біздің естелігіміз, үлкен анамыз өмірден озды. Сол кісінің жесігеміз. Енді Аллахым баршаңызға ғұмырлы өмір берсін, осы кісінің жасын берсін. 100 жас енді, 100 жас, 103 деп қойып, бірақ 100 жас. Енді бір ғасыр ғой. Осындай жас бәріне де бұйырсын. Той дейді ғой 100 жас, бірақ бізге ешқандай той сияқты отырған жоқ, өйткені өте естелі ол кісі болған көз алдымыздан кетіп қалғаны әрине өкінішті. Осында іздеп келгенімізде тура бір әке-шешеміз көргендей болатын еді. Енді амал не шығар. Бірақ бәрібір де сол кісінің жасын берсін бәрімізге. Туып өскен ауылым. Негізі жердің бәрі-бірін топырақ болатын. Әкем осылай тас төктірген ғой. Как будто сол тас әлі жатқан сияқты. Тас жол салмаған сол қалпы. Одан кейін әкем бүкіл үйге жаңағы ағаш әкеп беріп, шетіне барғына ағаш отырғызған болатын. Сол ағаштардың ешқайсысы жоқ. Мінекей менің тұрған үйім жер мен жексен болып түк жоқ, осылай жатыр. Барлығы біздің огородымыз болатын, мінекей. Барлығы. Мына жерде үлкен үйіміз болатын. Жемістер болатын, мал қораларымыз бәрі жоқ. Нағима мен кластасым Нұрекең екеуміз келдік. Естелікке толы мінекей. Апамыз 100 жасап өмірден озып жетісіне келдік. Осы екі ортада жүгіріп жетіміз ғой. Сенің